Хауаның әкесі Ремзи қалай көлік апатына түсті және ол тірі қалады ма? Хауаның Йылмазға тұрмысқа шыққанын естіген Жүнейд есінен адаса бастайды. Сөйтіп Хауаны ұрлап кетеді. Хауаны бір үйге әкеліп, аяқ-қолын байлап ұстайды. Маған тұрмысқа шығасың, осы үйде екеуміз бақытты өмір сүреміз дейді. Ол кезде барлығы Хауаны жан-жақтан іздестіріп жүрген еді. Хауаның жоғалып кеткенін және оны Жүнейдтің ұрлап кеткенін естіген Жүсіп оны іздестіре бастайды. Жүсіп Мехметке ағынан жарылады. Мен Хауаны әлі де жақсы көремін. Хауаның тірі екенін білген кезде Бадеге еш жақындаған емеспін дейді. Бадеге барлығын түсіндіргенмін, оның бәрінен хабары бар дейді. Бала туылғанша Баденің қасында боламын, одан кейін Хауаға қайтып ораламын дейді. Мехмет іштей қуанып кеткенімен Жүсіпке еш нәрсе білдірмейді. Жүсіп ортаға адамдарын салып, Хауаны барлық жерден іздестіріп жатады. Оның жанына Йылмаз да келеді. Сөйтіп барлығы 3 көлікке отырып, 3 жаққа қарай Хауаны іздестіруге шығады. Ремзидің мүліктерді арендаға сатумен айналысатын агенстасы бар еді. Ол оны бір кісіге арендаға беріп отырған еді. Ремзи көшеде соның жанынан өтіп бара жатқан кезде әлгі арендаға алған кісі «Тұрай тұрыңыз, осы айдың аренда ақысын сізге төлейін, келіңіз» деп оны ішке шақырады. Екеуі әңгіме айтып отырған кезде бір кісі келіп, өткендегі мен сұраған үй сатылып кетті ма деп сұрайды. Сол кезде Ремзидің есіне Жүнейд алған үй сап ете қалады. Иә, әрине, Хауаны Жүнейд сол үйде ұстап отыр. Мен тезірек барып Хауаны құтқарайын деп жалма-жан көлігіне отырып кетіп қалады. Ремзидің асыққаны соншалықты ол бағдаршамға қарауды ұмытып кетіп, жолдың дәл ортасына келіп тоқтай қалады. Бір кезде жүк көлігі келіп, Ремзидің мәшинесін соғып кетеді. Ремзидің көлігі аварияға ұшырайды, өзі жарақат алады. Жолдардың барлығын жауып тастайды. Таксимен келе жатқан Сұлтан не болды екен деп түскен кезде Ремзидің көлігін танып солай қарай жүгіреді. Құдайға шүкір, Ремзи тірі екен. Сөйтіп Ремзи Сұлтанға Жүнейд Хауаның қай жерде ұстап отырғанын айтып береді. Сұлтан Йылмазға хабарласады. Хауа мен Жүнейдтің қайда екенін білдім деп Йылмазға адресті береді. Есінен адасқан Жүнейд Хауамен өзін өлтірмекші болады. Сол уақытта Йылмаз келіп Хауаны құтқарып алады. Полиция да келеді. Жүнейд жылап тұрып Хауаға «Мен сені ессіз сүйдім» дейді. Мына жүректі босату үшін оның бірақ қана жолы бар деп өзінің жүрегін таппаншамен атып қалады. Хауаға ессіз ғашық боламын деп Жүнейд о дүниелік болып кете береді. Хауа да бұған қатты қайғырып отыр. Сол жерге Жүсіп келеді. Хауаға «Қалайсың, жағдайың жақсы ма? Мен сені қатты уайымдадым» деп Хауаға қарайды. Хауа таңғалып тұр. Кеше ғана бәрі бітті деген Жүсіп міне бүгін қасына келіп тұр. Ал Йылмаз болса Жүсіпке қарай алмай жерге қарап тұрады. Хауа есін жиып алады. Бұл тағы Жүсіптің ойыны шығар деп ойлайды. Және Жүсіпке қарап, бұдан былай менің жағдайымды тек бір ғана адам уайымдай алады. Ол да болса менің күйеуім Йылмаз дейді. Жүсіп Йылмазға қарайды. Жаңалықты естіген Жүсіп барлығына ренжіп кетіп қалады. Бәрі біткен соң Хауа әкесін көруге ауруханаға келеді. Ремзидің жағдайы жақсы екен, ол жеңіл жарақат алыпты, қазір ауруханада жатыр.